Ақберен елгезек, болмаған балалық шақ, жалғасы. Мен бала кезімде кино актер болуды армандайтынмын. Мектепте бастауыш сыныптарынан бастап қоғамдық жұмыстарға белсене қатысуды жаным сүйетін. Көшедегі балаларға кинодан көрген сюжеттерді, ондағы актерлердің диалогтарын айнытпай салатынмын. Оның үстіне пантомиманы меңгеріп алғам. Кәсіби деңгейде болмаса да жұртқа ұнайтынын байқайтынмын. Мектепте бір шара бола қалса, мен осы пантомима нөмірімен мектеп басшылығы сахнаға шығарып қоятын. Бір күні мектептің көрермен өнерпаздарын бағалауға ауданнан комиссия келетін болды. Комиссияның төрағасы менің туған нағашы ағам Бақыт. Бақыттың жақсылығын біздің жанұя көп көрді. Алғаш Үржарға көшіп келгенімізде соның үйінде тұрып, ұрыс-керіссіз тату-тәтті өмір сүргенбіз. Менің бақытсыз балалық шағымның ең бір жарқын, ең бір сәулелі, жайма шуақта қайғысыз сәттерім сол Бақыт ағамның үйінде өткен еді. Бақыт аудандық музыка мектебін ұзақ жылдар басқарды. Мені домбыра үйірмесіне де апарған сол. Алайда менен музыкант шыға қойған жоқ. Домбыраны ұят та болса айтайын, әлі де жөндеп тарта алмаймын. Бақыттың үйінен қонақ үзілмейтін. Гастрольмен жүрген алматылық неше түрлі мықты әнші мен күйшілерді мен Бақыт ағамның үйінде көргенмін. Сосын ол үйде ән айтылмаса қабырғалары саудырап түсіп қалатындай көрінетін. Біз оны үлкен аға деп атайтынбыз. Өзі жастайынан кәрі шешесіне болысып, іні қарындастарын сүйреп өсірді. Қарындасын қияға ұшырып, бауырларын ұяға қондырды. Одан үлкені менің шешем ғана. Екеуі оңаша қалып көп әңгімелесетіні есінде қалыпты. Бақыт ағамдай әзілді келістіріп айтатын жер бетінде адам жоқ. Өте астарлы қалжыңдайтын. Күлгенде жиырылмай елмен бірге емін-еркін рахаттана күлетін. Сосын сұмдық еңбекқор. Таң атпай тұрып алып қора қопсысын реттеп жүргені, директормын деп шалқайғанын бір көрген емеспін. Кешкі жаңалықтарды көруді маған үйреткенде сол Бақыт ағам. Жаңалықты жібермей көру содан бері менің өмірлік әдетіме айналып кетті. Сағат кешкі 10-да Мәскеуден орталық телевидениеден «Время» бағдарламасы таратылатын. Сол бағдарлама басталмас бұрын менің «Әй Акөш, бері кел, жаңалық көреміз» деп шақырып алып қасына отырғызып қоятын. Сол кісі келе жатқанын біліп, мені мұғалімдер пантомимамен сахнаға шығуға үгіттей бастайды. Ауылда кім-кімнің жақыны екені белгілі емес пе? Оның үстіне шешем біздің мектепте сабақ береді. Ол кезде ол қаланға екінші ұл сыйлап декретте еді. Бақыт ағам менің өнерімді көрсе де, мектепке жақсы баға беріп кетеді деген ұстаздарымның тапқан қулығы. Содан байқау басталды. Мектептің бетке ұстар көркем өнерпаздары барын салып өнерін көрсетіп жатыр. Шарықтау шегінде сахнаға мен жүгіріп шықтым. Алақандарымды жайып, мөлдір қабырғадан өте алмай әлектенем. Сосын ауада ұшып жүрген шыбынды ұстап алып, әлгі әйнекке бір жеткізіп жабыстырамын. Одан кейін үтік болып қызарамын да пыш етіп жанып кетем. Осындай бірнеше іс-қимылдардан тұратын нөмір әрең аяқталды. Бақыт ағам төмен қарап отыр. Концертіміз аяқталысымен елдің бәріне мақтау қағазы беріліп жатты. Ол тізімнің ішінде мен ғана жоқ болып шықтым. Қалаңның үйі Үржардың ең шетінде орналасқан Аэродромная көшесінде болатын. Көшенің Аэродромная деп аталуы оның Үржардың әуежайына жақын орналасқандығына байланысты. Біз сол әуежайдың үлкен алаңында ойнауды жақсы көруші едік. Жан-жағынан мал күрмеу үшін терең қылып ор қазып тастаған. Сол орда біз ұрланып шылым шегіп, отқа картоп пісіріп, уақытымызды мәз-мейрам өткізетінбіз. Ордың үйілген топырағының үстінде міндетті түрде бір қаралуымыз сырттан келіп, қалуы ықтимал қауіпті бақылауды ұстайтын. Олар картоп піскесін немесе ішке сормай түтінін сыртқа үрлеп шегетін. Темекіміз біткен кезде ауысып тұрушы еді.
Сондай бір қызықты күндердің бірінде біз әдеттегідей көңіл көтеріп отырғанбыз. Қарауылымыз Бәшеннің қатыны Шынар келе жатыр деп айғай салды. Үрпейісе қалып сыртқа шықтық. Қара көйлегінің етегі желбіріп, бір қолында шыбығы бар біздің отырған жақта бағытқа алып шынымен де Шынар келе жатыр. Шынар қаланың келіні, еркек қатын, тұла бойы енесі мәстен сияқты қара. Мінезін адам ұғып болмайды. Қара дүрсін дөрекі. Мен бұл кісіден оқта-текте таяқ жеп тұратынмын. Менің бақытыма орай Шынар бірақ біздің үйде тұрмайтын. Дегенмен келген сайын бір ілік іздеп мені шымшып түйіп қалудың ретін қалт жібермейтін. Қысқасы Шынар келе жатыр. Әу қол жетмек, сені іздемеген жерім жоқ. Неғып отырсың мына өңкей хулиганның арасында деп Шынар маған бірден дүрсе қоя берді. Содан кейін қолымнан ұстаған күйі үйге dedен етіп ертіп кетті. Сол жол бойы бірдемелерді айтып келе жатыр. Көбісі есімде жоқ. Сөйтсем мені тауып әкелуге шешем жұмсапты. Әуежайда жер сағыз тердік. Саған көк түтіннің арасында отыр, наша шегіп отыр-ау деймін деп мені тапқанына мақтанып тұрған Шынар сөзге араласты. Қой абысын, Құдай атқыр, нашасы несі, менің бала наша түгілі темекіне тартпайды, бостан босқа жала жаппа деп шешем мені қорғаштап жатыр. Шешемнің сөзіне Шынар дүрдек еріннің астыңғысын сызып еткізді де көлеңкеде тұрған төсекті сықырлата үстіне бар салмағымен құлай кетті. Шешем мені үйге алып кірді. Залдағы ескі құсқы шәлі орамалға оралған иісі мүңкіген бір киімдер алып шығарып жатыр. Үйіншек-түйіншектен маған кигізетін ештеңе таппаған шешем жаным-ай айғайлап жерге отыра қалды. Сосын маған ұзақ қарап отырды да сені іздеп Шұбартаудан әкеңнің туыстары кепті деп үстіме жай түсіргендей хабар айтты. Мен аң-таңмын. Әкемнің туыстары, ол кімдер? Менде несі бар? Бұл бір секундта басымда жүгіріп өткен сұрақтар. Шешем орнынан тұрып, мені бауырына басты. Үлкен ағаңның үйіне түсіпті таңертең. Сені күтіп отыр. Қазір дүкенге барып, саған дұрыс киім аламыз да, Бақыттың үйіне барамыз деді шешем. Дауысы біртүрлі тарғылданып шықты. Олар кімдер, мама? Сенің папаңның ағасы мен қарындасы келіпті. Сен оларға менің жағдайым жаман емес, сабағымда жақсы оқып жүрмін деп айт. Жарай ма құлыным? Жарайды, мама. Біз универмаққа барып, маған су, жаңа шалбар мен алдында жолбарыстың суреті бар футболка алдық. Шікірейіп киініп алғанмен осының бәрін достарыма көрсеткім келіп ақ тұр. Бірақ қазір емес. Қазір мені күтіп отырған туысқандарға бару керек. Сосын да үлгерем ғой. Бақыттың үйіне кіре бере айқай естілді. Біреу елдің жебіріне жетіп ұрсып отыр екен. Мына қуатты дауыстың иесі әкемнің ағасы Орынғали екен. Үйге кірер-кірмесімді білмей айқайға басып отырған адамнан кәдімгідей шошып үрейлене қара босағада сөстейіп қалдым. Анау маған тіпті қарағысы да жоқ. Үстелді тоқпақтап, елдің бәрін ысқыртып боқтап отыр. Әкемнің ағасы дегеніңіз міне осы Орынғали. Егде тартып қалған кісі екен. Денесі төртбақтау келген, мойыны жуан, құлағы қалқиған, шашы селдіріп үлгірген шайпай біреу. Мінезі шәлкәс екенін жымқырылған жіңішке еріндерде айтып тұр. Желке тұсы 4 бөлікке бөлінген, ортасынан жалт-жұлт етіп мөлдіреген тер көрінеді. Қолдары ауыр екен. Ұрған сайын үстелдің аяқтары тұрған жерінен айнып кетіп жатыр. Көздері бақырайған, мұрыны тәмпіш. Дауысы сұмдық қатты шығатын көк долының нақ өзі. Әй қу Бақыт, әлгі бала қайда? Міне алдыңызда тұр ғой Өреке. Қайсы, мынау тыриған сары шымшық па? Иә, Өреке, ақберініңіз осы ғой. Ойбай, қай бетімші шымшиын, ойбай. Мынау өлуге шақ қалыпты ғой. Өлексе ғой мынауың. Өреке-ау, енді бала болғасын ойнай
Кет сандалмай қу бақыт, баламды өлтіруге айналыпсыңдар. Сендердің екі аяқтарыңды да бәлем бір етке тығып түрмеде шіртіп өлтірем, өңкей безбүйрек оңбағандар. Ореке, қойыңыз енді. Қоймаймын дегесін қоймаймын, ал қайтесің деп басын үстелге екі ұрды. Мен шегішкендей бек бердім. Кенет Орекеміз, ой айналайын келе ғой деп мені өзіне жұлқи тартты. Мен баж ете қалып шешеме ұмтылдым. Орекеңнің мені жіберетін түрі жоқ. Қолымды мытып өлтіріп барады. Жүрегім дүрсілдеп тырбаңдап жатырмын. Оған Орекең қоймады.